Пармелия дәрілік қасиеттер. Мүмкін көптеген адамдар пармелияның әдемі гүл деп ойлайды, бірақ шын мәнінде ол бірқатар пайдалы қасиеттері бар қарапайым лиген. Адамдар ежелгі уақытта тіпті адам ағзасына пайдалы көптеген заттар бар пармелияның емдік қасиеттерін тапты. Халықтық медицинада сәуір айының соңында жиналған қоңызды қолданыңыз. Жиналғаннан кейін ол 3 күн бойы кептіріледі, содан кейін халықтық құралдарда қолданылады. Пармелияның терапевтік қасиеттері және қарсы көрсеткіштері. Лихтенің негізінде дайындалған дәстүрлі медицина құралдары бактерицидтік, гемостатикалық, антисептикалық және жарақатты емдейді. Бұл аскорбин қышқылының, табиғи антибиотиктердің, талшықтардың, таниндердің, күрделі көмірсулардың және әртүрлі минералдардың болуымен байланысты. Пармелияның пайдалы жақтары: түрлі бактериялардың ағзасын тазарту үшін антибиотик ретінде лихеннің тұнбалары мен тұздарын қолданыңыз. Сыртқы қолданумен бактерияға қарсы әрекеттің арқасында саңырауқұлақтармен күресуге болады. Зауыт асқазан ішек ауруларын емдеуге, теріс зардаптарды жоюға және ішектің токсиндерді тазартуға пайдалы. Жөтелінен тиімді пармелия, себебі ол қабынуды жояды және қолданудың алғашқы күнінде науқастың жағдайын жақсартуға көмектеседі. Лиген керемет иммуностимуляция болып табылады. Мүмкін бұл аскорбин қышқылымен байланысты. Оны суықтың алдын алу үшін қолдану ұсынылады. Сығылған және лосьондар түрінде сыртқы қолданысқа арналған өсімдіктерді пайдаланыңыз. Олар жараларды залалсыздандыруға көмектеседі, қан кетуді тоқтатады және қышқылданудан аулақ болады. Жүйке жүйесінің белсенділігіне оң әсер етеді, тыныштандырушы әсерге ие. Жүрек ауруларын емдеуде қосымша емдеу ретінде лихенді пайдалану пайдалы. Мұндай табиғи дәрі-дәрмектер жүрек бұлшықеттерін күшейтуге көмектеседі. Бұл жүрек шабуылының қаупін азайтады. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.